Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Егер де сіз күніне 2 қалампырды шайнайтын болсаңыз, онда сіз мына 5 аурудан құтылатын боласыз. Алдымен мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қалампырдың емді қасиеті туралы адамдар бұрыннан біледі. Ол көптеген ауруларды емдейді. Себебі оның құрамында витаминдер, минералдар, эфир майлары, май қышқылдары бар. Құрттардан құтылу жолдары. Тамақтанудан жарты сағат бұрын 1-2 бүршек қалампырды шайнауыңыз керек. Тамақтың және ауыз қуысының қабынуы кезінде күніне 2 қалампырды шайнайтын болсаңыз, бұл қызыл иектің қабынуына көмектеседі. Ауыздағы жағымсыз иістен де құтылатын боласыз. Ас қорыту проблемалары үшін. Қалампыр метаболизмді, ас қорыту процесін жақсартады. Бұл салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді және метеоризмді жояды. Мұны істеу үшін 1 шай қасық балмен 2 қалампырды қабылдауыңыз керек. Массаны тамақтанудан 20 минут бұрын шайнайсыз. Қарсы көрсеткіштері бар. 12 елі ішектің ойық жарасы мен асқазан ішек жолдарының жоғарғы қысымы кезінде бұны қолдануға болмайды. Онкологиядан. Қалампырдың құрамында эвгенол деген зат бар. Ол рак клеткаларының дамуын баяулатып, жаңа рак клеткаларының өсуін алдын алады. Қалампыр адамның жалпы әл-ауқатын жақсартады. Төменгі қан қысымы. Егер де сізде төменгі қан қысымы болса, онда сізге кептірілген қалампырды пайдалану ұсынылады. Тек бірнеше бүршегін шайнасаңыз, қан қысымыңыз қалыпқа келіп, шаршауыңыз және бас айналуыңыз жоғалады. Өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңынан дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.